Сәлем достар, бұл Жилстрой Алматы. Менің есімім Гүлнұр. Әр адам өмірінде бір рет болса да қоныс тойын тойлаған болар. Бұл мейраммен әр отбасы жаңа үйде, жаңа өмірге қадам басады. Бүгін біздің салымшымыз Камшат өз отбасымен осы мақсатқа қалай қол жеткізгені туралы айтуға бізді қонаққа шақырды. Камшат, танысқаныма қуаныштымын. Өткен әйелдер мейрамымен сізді құттықтаймын. Біздің бірнеше сұрағымызға жауап берсеңіз, осы пәтерге қалай қол жеткіздіңіз? Рахмет, мен де танысқаныма қуаныштымын. Сізді де мейрамыңызбен өткен. Пәтерге қалай қол жеткіздік десем, енді ең алдымен біз үйдің кезегіне тұрдық. Одан кейін Жилстройсбербанкқа депозит аштырдық. Одан кейін конкурсқа қатысып, банкте одобрение алып, осы үйге қол жеткіздік. Сіздің банк туралы қайдан білдіңіз, және де қандай бағдарлама бойынша пәтер алдыңыз? Банк туралы ең алғаш рет көршімнен естідім. Бағдарлама жөнінде келетін болсақ, бақыт отбасы бағдарламасы бойынша алдық үйді. Себебі біз енді көп балалы ретінде сол бақыт отбасы бағдарламасына сай келдік. Жақын арада бақытты отбасы бағдарламасы басталды. Біздің салымшыларға, қатысушыларға қандай ұсыныс жасайсыз, және де қатысу жолдарын айтып кетсеңіз? Бақытты отбасы бағдарламасы бойынша негізі 3 санат кіреді. Бұл көп балалы отбасылар, толық емес отбасы, және де мүгедек балалары бар отбасылар. Ең алдымен үй кезеңде тұру керек. Сол санат бойынша өзінің тұрғылықты мекен жайымен кезекке тұру керек. Екіншіден конкурсқа қатысу керек. Сосын Жилстройсбербанкта депозиттің болуы шарт, ашылу керек, депозит болу керек. Үйдің алғашқы 10%-ын жинау керек. Жиналмасаң, мен төле кейін салсаң да болады, оны біз кейін салдық өзіміз. Сосын банк тарапынан, мемлекет тарапынан 2%-лық мөлшерлемемен осындай займ беріледі. Сіз кезекке қашан тұрдыңыз? Кезекке мен 2019 жылдың маусым айында тұрдым. Конкурсқа мен бір айдан кейін шілдеде қатыстым. Августте одобрение алдым. Октябрьде біз уже үйімізге көшіп келдік. Сіз депозит ашқан кезде алғашында осы жақын арада пәтерлі болам деп ойладыңыз ба? Депозит ашқан кезде шынымды айтсам, сразу осындай бір 3-4 айдың ішінде үйлі болам деп ойлаған жоқпын. Мен ойладым, енді ақша салу керек, бірнеше жыл күту керек деп ойладым да. Бірақ бағдарлама басталғаннан кейін барлығы тез болды да. Сол бір 3-4 айдың ішінде біз уже өз пәтерімізге көшіп келдік. Өзіңіз туралы аздап айтып кетсеңіз, бала шағаңыз, отбасыңыз туралы? Өзім негізі Маңғыстаудікімін, Ақтау қаласынан. Жолдасым осы Алматы облысынан болады. Біз отау құрғанымызға 10 жыл болды. Биыл 10 жыл болды. 10 жыл бойы біз біреудің пәтерін паналап жүрдік. Бір пәтерден бір пәтерге көшіп жүрдік. 10 жылдың ішінде 4 бала шағамыз міне дүниеге келді. Негізінде 4 бала шағамен пәтер паналап жүргенде оңай емес. Кейбірлері жақтыртпайды. Енді көп балалы деп жақтыртпайды да, көп бала болғаннан кейін. Сол осы пәтерге қол жеткізген кезде қатты қуандық. Ал өзім негізі банк қызметкерімін, бірақ қазір декреттік демалыстамын. Ал жолдасым жедел жәрдемде жұмыс жасайды. Жедел жәрдемде жүргізуші болып істейді. Камшат, сіз бақытты отбасы бағдарламасына қатысып, төлем қабілеттілігіңізді растаған кезде өзіңіз декреттік отпусктасыз. Сіздің жұбайыңыз растады, иә?
жақсы. Растағаннан кейін сізге одобрение келген кезде сіз пәтерді қалай іздеп таптыңыз? Мүмкін біреу сізге көмектескен болар, немесе өзіңіз іздеп таптыңыз ба? Соны айтып кетсеңіз. Пәтерді іздеуге бізге банк тарапынан 3 ай берілді. Осы үйді тапқан кезде бізге енді біз қуандық, себебі бұл үй ремонтымен болды, әрі квадратурасы да кеңірек болды басқа бұрын осыған дейін көрген үйлерімізге қарағанда. Сосын дайын үй болды да, енді бізге әрі квартирада жүрген адамдарға бізге нағыз керек осы болды. Содан көп ойланбастан осы үйге көшіп келдік. Қазір шүкір өз үйіміз бар, өз шаңырағымыз бар. Өз үйімізде, өз шаңырағымызда бақытты өмір кешудеміз. Кәмшат, қонысыңыз құтты болсын. Көркем үй болмайды, үйді көркем ететін әйел. Ал ер адам үйдің шатыры демекші, өйткені ол үйді жаңбырдан, судан, селден, қардан қорғайды. Сіздің отбасыңыздың іргетасы кең, шаңырағы биік болсын. Отбасыңызға татулық пен береке болсын. Біздің салымшыларға да бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз. Ал Жилстройсбербанк салымшыларына тілейтінім, қорықпаңыздар, сіз де үйлі боласыздар. Депозитті барып ашыңыздар, ақша салыңыздар. Көбірек салсаң, тез үйлі боласыздар. Сендерге де осындай баспана тілеймін.